бойынша өздеріңіз бір балл қоясыздар. Адасқан әріптер деген ойын ойнаймыз, ол бойынша тағы бір балл қоясыздар. Мәтінмен жұмыс болады. Мәтінмен жұмыс болғанда 2 балл қойылады, өйткені ол күрделі жұмыс. Кестемен жұмыс, ол да мәтінмен байланысты 1 балл. Сурет бойынша комментарий жасайсыздар, оған 2 балл. Диалог құрастыру және тиісті орындарды сөздер тиісті орында орналастыру тапсырмасы жалпы 10 балл. Яғни құрметті менің оқушыларым, егер сіздер осы тапсырманың барлығын орындасаңыздар, онда 10 балл. 10 балл деген ең жоғары балл. Егер кейбір элементтерді орындамасаңыздар, онда сіздерге не болады? 1 балл төмен болады. Сондықтан да сіздер өздеріңізге сол балдарды қазір белгілеп отыратын боласыздар. Түсінікті ме? Жақсы. Ол не сіздерде тақтада да барлық көрініп тұр. Енді үйге берілген тапсырма бойынша, үйге біз өткенде қандай тақырып өттік? Қазақстанның ғажайып мұралары деген тақырып өткен болады. Жақсы, Қазақстанның мұралары бойынша мен сіздерге мынандай тапсырма ойластырып келіп тұрмын. Қарасаңыздар, берілген сөз тіркестері, кетарлы тіркестері, сөз тіркестері, соған астындағы керек сөздерін естуіміз керек, сәйкестендіруіміз керек. Жақсы, алтын адамға сәйкестендіретін сөзіміз қайсы? Қайсы сөз сәйкестендіретін? Сақ мәдениетінің бірегейі. Өте жақсы. Яғни біз ол сақ мәдениетін естеміз, қасына қоямыз. Дұрыс па? Жауап берді? Жақсы, Мадина, өзіңізге 1 балл қоя тұрамысыз. Жақсы ма? Келесі, домбыра үні. Мен сіздерге айттым, орныңыздан шуламаймыз, тек қана қол көтеріңіз. Жақсы, Темірлан. Қазақ халқының домбырасы ма? Домбыра. Сөйлеміңіз қол емес. Қазақ ұлттық жазбасы көшпелі салды көнесін Қазақ халқының ұлттық аспабы, көшпелі елдің көнекөз шежіресі, аса құнды қолөнер несі? Туындысы. Жақсы, бұл бізде екінші неге берілді. Жақсы, киіз ел бойынша, Нұрзат? Ата-бабамыздың негізгі баспанасы. Жақсы, ата-бабамыздың негізгі баспанасы екен. Өте керемет. Келесі соңғы неміз келесі тапсырма қандай? Қожа Ахмет ясауи кесенесі бойынша. Кім айтады? Апай. Жақсы, Жанырек. Қожа Ахмет ясауи кесенесі. Жоқ. Жақсы. Алиманы тыңдаймыз. Жақсы. Яғни Қожа Ахмет кесенесі сәулет өнерінің тамаша туындысы екен. Жақсы. Маңғыстау жер асты мешіті Арман. Шыны дөңгелек ішкі көрінігі киіз үйге ұқсайтын рухани әрі тарихи орын. Өте жақсы. Соңғы жақсы шығар. Бәйтерек монументі. Жақсы. Елбасының ескерткіш негізінде неге келген ғимарат, бұл бізде Бәйтерек монументі екен. Жақсы. Енді біз балалар қазір сіздермен бейнефильм көрейік. Бірінші сабағымызды жалғасын табу үшін бейнефильм тамашалар. Тапсырмасы бойынша кім қатысты, өздеріңіз 1 балдан жазып қойыңыздар. Жақама қарандашпен. Жақсы балалар, сонымен бұл мәтіннен, бұл бейнефильмнен не көріп тұрсыздар? Жалпы сонда бүгінгі сабағымыз тақырыбы не туралы екен? Әлемнің жаңа кетпеуі. Өте жақсы, әлемнің жаңа жеті керемет екен. Жақсы, сіздер қазір 3 топқа бөлініп отырсыздар. Жайдан жай бөлініп адасқан ойын ойнаймыз қазір. Адасқан әріптер деп аталынады ойынымыз. Ол үшін мен сіздерге әр топқа бір сөзден беремін. Сол сөздің жауабын табу керексіздер. Жалпы қандай сөз жасырынған екен бұл адасқан әріптерде? Соны қараймыз. Кім дайын қол көтеріп? Жақсы. Жақсы. Америка. Сіздер Америка. Мексика.
осылай 3 топпен бөлініп жұмыс істейтін боламыз. Енді келесі біз жалпы 3 топқа бөліндік. Жалпы бүгінгі сабақта біз қандай мақсат қойып отыр екенбіз. Соныға назар аударайық. Бірінші біз әлемнің жаңа 7 кереметті мәтінін оқисыздар қазір. Одан кейін тақырып бойынша комментарий жасайсыздар. Екеуара біреуден алыңыздар жасайсыздар. Бұл мәтінді оқымас бұрын мен сіздерге мынандай қосымша бейнефильм көрсетем. Бірақ бұл бейнефильм ерекшелігі неде? Алдарыңыздағы мәтін және бейнефильм екеуі үндес. Яғни сіздер бейнефильмді тамашалай отырып, осы алдыңыздағы мәтіннің мазмұнын не істеу керексіздер? Ұғыну керексіз. Жалпы мәтін бүгінгі тақырыбымызға сай екінші бейнефильмімізге назарларыңызды аудармақшалады. Енді жаңағы топқа бөлінгендіктен қазір мен сіздерге әр топқа мәтін беремін. Сол мәтін бойынша жеке-жеке жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни не істейсіздер? Мәтінді оқу арқылы жаңа 7 кереметтің атауын жазасыздар. Және сол керемет атауға байланысты кереметтің қандай ерекшелігі бар екен, осы жерге не істейсіздер? Толықтырып жазасыздар. 2 мәтін берілген, сондықтан да бөліміңіздің уақытты істеу үшін, меңдеу үшін. Так, сіздерде Америка ма? Так, бөліп алыңыздар, иә? Мына бір керемет нені мачку-пичку деген біреуіңіз жасаңыздар, біреуіңіз кетіріп жазыңыздар. Бәне бөліп алыңыздар. Сіздерде үшеу болып тұр. Сіздер 3 топқа бөліп алыңыздар, иә? 3 топ былай. Сіз екеуіңіз. Орындауға, жалпы орындауға 2 минут уақыт
Жақсы. Өте жақсы, шапалақтайық. Қандай? Чеченица Мексикада орналасқан. Бірақ белгісіз себептерден Чеченица қаласы иесіз қалды. Биіктігі 30 метрге жететін 9 сатылы Кукулкана пирамидасы Чеченица қаласының басты нышаны шамасы. Енді келесі тапсырмаға көшетін болса, сіздерге мынандай тапсырма беріліп тұр. Төменде сұрақтар берілген, сіздер диалог құрастырасыздар. Диалог құрастыру дегеніміз не екенін білесіздер, иә? Сұрақ, жауап ете бары. Жақсы, 1 минут уақыт. Әйгілі Таж-Махал кесенесі қайда орналасқан? Ол Үндістанның Агра қаласында орналасқан. Чеченица қаласының басты нышаны не? Биіктігі 30 метрге жететін 9 сатылы Кукулкана пирамидасы Чеченица қаласының басты нышаны болып тұр. Сонымен балалар, біз диалог құрастырып, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес не істедік? Көп ақпарат алдық, иә? Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін біздегі сабақ сайын қолданатын 5 әдіс бойынша сабағымызды қорытындылайық. 5 әдіс бойынша қандай қорытынды жасаушы едік? Бірінші, бүгін сабақта қандай білім алдым? Екінші сұрақ, бүгін сабақта неге қол жеткіздім? Үшінші сұрақ, қай жұмысты жақсы орындадым? Төртінші сұрақ, кімге көмектесе алдым? Бесіншісі, бүгінгі сабақтағы белсенділік қандай болды? Яғни бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Кім айтып беремін? Жақсы. Мен бүгінгі сабақта әлемнің жаңа жеті кереметтерінің бірін білдім. Бүгінгі сабақта мен бір-бірімізге диалог арқылы сөйлесу және бір-бірімізге сұрақ қойып жауап беруді бізге қол жеткіздім. Қай жұмысты жақсы орындадым? Мен қаражатпен диалог құрастыруды жақсы орындадым деп ойлаймын. Бүгін мен өз тобыма көмектестім деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта барлық топ белсенді болды. Неге қол жеткіздім? Жеткенімнен километрі және ол қай жерде орналасқанын білдім. Қай жұмысты жақсы орындадым? Диалогты. Кімге көмектесе алдым? Рахманға. Бүгінгі сабақта белсенділік қандай? Басқа топтарға және біздің топтарға жақсы белсенділік деп ойлаймын. Белсенділік танытты деп ойлайсыз, иә? Жақсы. Тағы айтатындарыңыз бар ма? Жақсы. Мен бүгінгі сабақта әлемнің жаңа жеті кереметі жайлы білдім.
тапсырма қазіргі заманғы әлем кереметтері туралы тақырыпқа мәліметтер іздестіріп сұрақтар дайындайсыздар. Яғни сіздер қазір 7-ші тапсырма 53-ші рет жазып алдық қой, жақсы. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе балалар, мен айтқым келеді. Біз әлемнің жаңа 7 кереметі жайлы білдік. Суреттерге комментарий жасадыңыздар. 3-ші диалог құрастырып, рөлге бөліп, оны оқыдыңыздар. Яғни біз бүгінгі алға қойған мақсатымызға жеттік. Құрметті оқушыларым, яғни сіздер жаңа балдарыңызды мағаққа жинап бересіздер, мен сіздердің балдарыңызды міндетті түрде күнделікке енгізіп қоямын. Сіздерге сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын.